Қайырлы күн достар. Бүгін бізде кішкентай 20 күндік баланы шомылдырып, массаж жасау. Шомылдырып алдық қазір. Енді массаж жасаймыз. Бірінші ішінде жел болса, осылай сағат тілімен айналдырсаңыздар, бүкіл жел шығады. Одан кейін барып, жақсылап қолдарын, қолтықтарын үй жағдайында. Біздің майымыз өзі таза суға қайнатылып алған май. Суға қайнатылғанда банкаға құйып аласыздар, сөйтіп парить етесіздер. Сонда таза май болады. Балаға ешқандай зиян келтірмейді. Осылай барлық жақтан жақсылап майлап аласыздар. Бүйтіп беттерінде құлақтарын, міндетті түрде андай құлақтарын арқаларын, андай жерлерін майлайсыздар. Жақсылап. Қол құрғақ болып қалмау керек. Осылай аяқтарын, жақсылап аяқтарында массаждайсыздар. Балаға жақпаса, балаға ұнамаса, ауырсынса, дұрыс жасамасаңыздар, бала шыңғырып жылайды. Ал балаға ұнаса, үндемей осылай томпиып жатады. Сіздер қаншалықты көп шомылдырып, жаздың күндері, қаншалықты суға көп түсіріп осылай массаж жасаңыздар, тез ет алады. Әрі шаршап, ұйықтап қалады массаждан кейін. Былай қарай бұратын кезде көтенмен бүйтіп бұрсаңыздар болады. Сөйтіп өзі икемделеді. Мойнын қолдармен тұралайсыздар. Сөзде бала өзі мойнын көтеруге тырысады. Мойнын көтеріп, міне, көрсіздер ме? Мойнын көтеріп, итеріп, талпынады. Алдағындай. Бұлай массаж жасасаңыздар, желдері шығады, артық желдері. Осылай 1-2-3 көп емес, 2-3 мәртеден ана қайталап жасаймыз. 1-2, 1-2, 1-2. Арасында мойнын созыпты ұмытпаймыз. Лайнан 1-2-3. Осылай мойнын созып, мойнын астын көріп қойыңыздар. Мойнын астында майлауды ұмытпайыңыздар. Осымен аяқталды. 5 минуттық массажымыз.